Арал теңізінің құрғап кеткен ұлтаны бүгінгі күні 4 миллион гектарға жетті. Осы атыраптан көкке тұзды тозаң ұшып, табиғатқа залал аз тиген жоқ. Экологияны сауықтырудың жалғыз жолы әйгілі айдынның бұрынғы арнасын орманды алқапқа айналдыру деп шешті мамандар. Бүгінгі күні айтулы жобаның қолға алынғанына 20 жылдан асты. Орманшылар күзде көшет дайындауға кіріседі. Теңіздің сортаң топырағына қара сексеуіл ғана төзімді. Сондықтан табиғат қорғаушылар өсімдіктің осы түрін тұқымбақта баптайды. Қарашада дәнін сеуіп, көктемде көшетін қазып алады. Бұның арасында қолмен де суарамыз, бірақ бұл шөлге төзімді. Айына арасында су беріп тұрамыз. Бұны дәндей себеміз, әрі сосын өскеннен кейін бұны теңізге апарып көшет қылып егеміз. Егіншілер ерте көктемнен жерге дән тастаса, орманшылар бұл жұмысқа қоңыр күзде білек сыбана кіріседі. Қазір көшет дайындаушылардың тірлігі қызғаншақ. Күтімін келістірсе, алақанда 2 гектар жерден 300 мың қара сексеуілдің шыбығы шығады екен. Жылда бізде көктем айында 500 гектар көшеттен отырғызамыз, күз айында тұқымнан 2000 гектардай сексеуіл ұрығынан себеміз. Кеше осы аяқталып келді балдар. Соған 40-тай жұмысқа маусымдық жұмысшылар аламыз. Орманды сақтау және қорын молайту жобасына ел қазынасынан бөлек Дүниежүзілік даму банкі де қолдау көрсеткен. Өткен ғасырдың 60 жылдарынан бастап айдыны тартылған Арал теңізінің 4 миллион гектардай ұлтаны бар десек, соның 56 мың гектары сексеуіл, сарсазан секілді шөлге төзімді өсімдіктермен көмкерілді. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы.